Бүгінгі тақырыбымыз Gmail электрондық поштасын пайдалану. Біз бұл құралды қалай тиімді қолдануға болатындығын қарастырамыз. Ең алдымен браузерде gmail.com сайтына кіріңіз. Егер сізде Gmail тіркелгісі жоқ болса, жаңа аккаунт ашуға болады. Тіркелгеннен кейін өзіңіздің логин мен құпия сөзіңізді енгізу арқылы кіресіз. Gmail'да жаңа хат жазу өте оңай. Сол жақтағы жазу батырмасын басыңыз. Ашылған терезеде хат алушының электрондық поштасын енгізіңіз, хаттың тақырыбын жазыңыз және төмендегі негізгі бөлімге мәтінді толтырыңыз. Егер файл қосу керек болса, төменгі жақта орналасқан файл тіркеу белгішесін басыңыз. Gmail сіздің хаттарыңызды бірнеше санатқа бөліп орналастырады. Мысалы, кіріс хаттар белгіленген, кейінге қалдырылды, жіберілді және тағы басқалары. Gmail'да іздеу жолағы арқылы хаттарды оңай табуға болады. Сондай-ақ маңызды хаттарға жұлдызша қою арқылы оларды белгілеуге немесе оларды бөлек қалтаға сақтауға болады. Gmail өте ыңғайлы және қарапайым электрондық пошта қызметі. Оның көптеген функциялары сіздің жұмысыңызды жеңілдетуге және уақытты үнемдеуге көмектеседі.